Өткен подкастта айтқан... Не айттыңдар? Сіз 10 алдында айтқаннан кейін, ұлттық құрама жайлы подкасттан кейін көп адам қоңырау шалды ма? Шалды. Аяқтан шалды, қоңыраудан да шалды. Енді бірақ бас кетсе де, қалай, шаш кетсе де бас кетпепті, иә? Бас аман болсын, ең бастысы. Ол енді кімдер звондағанын айтайын, жасырмаймын ешкімнен. Мәселе оны жоғарғы мінберлерге дейін, кеңселерге дейін барды. Қой деді, пока бір-екі апта қоя тұрайын, ештеңе айтпаймын, бәрі тамаша, бәрі керемет. Одан кейін мен қолдап қоңырау шалған адамдар да болды, оларға да ерекше алғыс айтқым келеді. Тура қазір енді Қазақстанда одан ары қарай өмір сүруге ешқандай мағына қалған жоқ менің өмірімде. Жуырда енді шетелге көшем деп шештім. Осы маусым аяқталғаннан кейін кетем. Рас па? Рас. Қай жерге? Европаға. Өзіміздің Европа, туған жерің Европа. Біздің студия не істейсіз? Көшіріп алып кетесіз. Енді мына жерге бір монитор қойып, сонымен скайппен шығып отырай, қарсы емеспін. Сондай шешімге келдім, сондай тоқтамға келіп отырмын. Оны жуырда өзімнің YouTube арнамда біраз мәлімдемелер жасауға дайын тұрмын. Соны жасаймын. Сол жерде айтылады біраз нәрсе. Сондай шешімдерге келіп отырмын. Енді білмеймін, енді біреу желкемнен тартып, осындай болады, давай бүйтейік, сөйтейік деп алып қалмаса, кеткен деп отырмын енді осы кеткенінен. Өйткені мен айтып отырмын, қазір қазақ футболында болып жатқан оқиғалар, мен енді ішінен біліп отырмын. Мысалға, Қазақстан футбол федерациясында істейтін адамдар білмейтін нәрселерді білем. Трибунаның астында, вип-комнаталарда, раздевалкаларда болып жатқан жағдайларды естіп, таң қаласың кейде, бірақ ол сондай.